أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Өткен сабағымызда Elhamdülillah İmam Tahavi rahmetullahi aleyhтен жазған, ақидаға жазған мәтінін оқи бастаған едік. Имам Тахави рахметуллахи алейх ақидасын, бұл ақида қазір менің баяндайтын, айтатын ақида бұл әхлі сүнна уәл жамааның ақидасы, анық ақидасы, барлығы түсінікті деп жатыр ол жерде. Және де бұл менің келтіретін бұл ақида, бұл Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммедтердің ақидалары, солардың мазхабтарына қарай деп айтқан болатын едік. وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Сол сияқты وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ, бұл имамдарымыздың, бұл Ахл-Сүнна уәл Жамаа имамдарымыздың, баста Абу Ханифа, имам Абу Юсуфтар, осылардың дінде асыл болған итикаттарын, сенімдерін келтірем деп жатыр. Және де وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ, әлемдердің Раббысы болған Құдай Тағалаға қарсы ұстанатын дін, олардың ұстанған діндері, ұстанымдары қандай болды, соны мен келтіремін деп жатыр имам Тахави. Енді бұл жерде Рабб деген сөзге тоқталайық. Раббун сөзі. Имам Табари рахматуллахи алейх өзінің тәпсірінде Рабб сөзі бірнеше мағынаға келеді дейді негізі. Араб тілінде бірнеше мағынаға келеді дейді. Бірінші мағынасы дейді, бұл әс-сейдул мутаа. Әс-сейдул мутаа. Яғни өзіне адамдардың жаңағындай өзіне бағынатын зат. Яғни демек сөзі өтетін, бағынатын, неге затқа әс-сейдул мутаа, яғни бірінші мағынасы болады. Рабб сөзін қолданады екен. Сол үшін арабтарда мынандай бір сөз тіркестерін көре аламыз. Раббул усрати деп. Яғни отағасы мағынасында, яғни жанұяның үлкені, басшысы, яғни өйткені оған барлығы бағынғаннан кейін, мойынсұнғаннан кейін, ол кісіге отағасына арабтар Раббул усрати деп те айтады. Онда біріншісі мағынасы әс-сейдул мутаа, яғни барлығы өзіне бағынатын, мойынсұнатын зат деген мағынаны білдіреді. Екінші мағынасы ар-раджулул муслих лиш-шей. Бір нәрсені түзетуші, басқарушы, игеруші деген мағынаны келеді екен. Үшінші мағынасы әл-малику лиш-шей, яғни бір нәрсенің иесі, қожайыны. Сөйтіп, бұл жерде имам Табари басты үш мағынасын атап кетеді. Басқа да мағыналары бар дейді, бірақ олар осы үшеуіне ең соңында қайтып келеді дейді. Яғни біріншісі әс-сейдул мутаа, бағынатын, өзіне бағынатын зат қайтылады. Екіншісі әл-муслих, яғни басқарушы, игеруші, жүргізуші деген мағынаға келеді. Үшінші ол әл-малику лиш-шей, қожайын деген мағынаға келеді екен. Бұның барлығы үшеуді Алла Тағалаға қатысты айта аламыз. Дұрыс па? Алла Тағала өзіне бүкіл жаратылғандарын, бүкіл әлемдерін бағынатын зат. Алла Тағала бүкіл әлемді басқарып игеруші. Алла Тағала бүкіл осы әлемге қожайын деп айта аламыз. Бұл үш мағынаны да Алла Тағалаға келеді мағыналар. Және де тағы бұл үш мағына бір-бірімен өте қатты тығыз байланысты. Мысалға,
ие болған кісі, қожайын болған кісі оған бәрі бағынады, ол басқарады мысалға. Сол сияқты егер біреу басқарса, істі жүргізіп жатса, жүргізсе, оған демек бәрі бағынады деген сөз. Сонымен барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Жалпы осыны түсінгеннен кейін, жалпы раб сөзі біз бір негізде оны барлығын жинай аламыз. Осы раб сөзін, раббун сөзін бір негізде жинай аламыз. Бұлай деп айтсақ болады арабшада: нисбату тасарруфил мутлaqi аллази ла юқайидуху қайдун иля Аллахи та'аля вахдаху фи тадбири шуунил а'ламин. Яғни бұл әлемді толық игеруде, бұл әлемді толық басқаруда ешқандай нәрсе, жаратылыстан ешқандай бір жаратылыс Алла тағалаға не істей алмайды. Бұл жерде бұл нәрселер қатыса алмайды. Яғни Алла тағала бұл әлемді толық игерген кезде еш нәрсе, ешқандай жаратылғандар бұған қатыспайды деген сөз. Яғни Раббул аламин деген кезімізде Алла тағала бұл әлемді толық игереді, өзі басқарады, ешкімді оған кедергі бола алмайды деген сөз. Раб сөзінің жалпы ең соңында шығатын мағынасы осы. Яғни жалғыз ғана басқарады, игереді, жалғыз ғана қожайын, жалғыз ғана барлығы оған бағыну керек болған, мойынсыну керек болған зат деп ең аяғында осындай бір түйін шығарамыз. Әлхамдулилля, осыны айтқаннан кейін енді бұны неге айтып жатырмыз? Бұны бекер айтып жатқан жоқпыз, бұның барлығын. Енді осындай бір сұрақ туындайды. Осы мүшриктер, Алла тағала серік қосқандар, осы Алла тағаланың бұл раб сипатын мойындады ма, мойындамады ма екен? Соны қарайық. Енді қазір араларымызда сондай кісілер жүр, мынандай бір сөз таратады. Яғни мүшриктерден кім? Атеистпен және коммунистерден басқасы. Яғни оның ішінде христианы, еврей кіреді, оның ішінде пайғамбардың кезінде мүшриктер бар, пайғамбардан бұрынғы мүшриктер бар, кейінгі мүшриктер бар, барлығы Аллаға серік қосушылар деген сөз. Не дейді олар? Олар дейді рубубия таухидында олар дұрыс еді дейді оларда. Рубубия таухиді оларды дұрыс. Яғни олар Құдай тағала тек қана жалғыз басқарады, игереді, ол өлтіреді, рызық береді, зиян, пайда тек қана одан келеді деген сияқты рубубия таухиді оларда бар еді дейді. Олардың қателік кеткен жерлері, олар пұттарды алып, Алла тағаламен өздерінің араларына дәнекер қылды дейді. Посредник дейді орысша. Дәнекер қылды дейді. Яғни улухияда оларды қателік кетті дейді. Яғни олар Алладан басқаға ғибадат еткен болды дейді. Осы жерде олардың қателіктері дейді. Яғни олар асылы ақиданы, таухидты үшке бөліп тастаған. Таухидур рубубия, таухидур улухия, таухиду асмаи ва сифат. Яғни рубубияда таухид болу керек, бір болу керек Алла тағала. Алла тағаланы сен жалғыз жаратушы, жалғыз игеруші, бүкіл айтылған нәрсе барлығы тек қана Аллаға қатысты деп білуің керексің. Екінші, тек қана таухидур улухия, ол Алла тағалаға ғана ол ғибадат етуге лайықты сол ғана деп Аллаға қатысты қыласың ибадатты. Үшінші, асма ва сифат, яғни бүкіл есімдер, сипаттар, ол сол есім сипаттарда Алла тағала жалғыз деп білуің керексің дейді. Осындай бір нәрселерді айтады. Жалпы бұл олардың айтып жатқан нәрселері ахлу сүнна уал жамаа келіспейді. Ешқандай сахаба, табиин, басқа да имамдар бұлай ақиданы бұлай, таухидты бұлай бөлмеген. Және де көріп тұрсыздар, астында оны кейін соңыра айтам. Олардың осылайша таухидты үшке бөлуінде үлкен бір саясат бар астында. Онда иншалла айтып кетем, бір саясат бар. Енді қараңыздар. Жаңағылар не дейді? Бұл мушриктер
рубубияда олар дұрыс еді дейді. Түсінікті ғой? Яғни жалғыз жаратушы, игеруші, Құдай деп білетін еді. Тек қана олардың қателіктері Алла мен өздерінің арасында бір дәнекер қойды. Яғни улухия таухидында, яғни ғибадатта олар нестеп кетті, жаңағы бұттарға табынып кетті дейді. Бітті, қателіктері осы дейді. Енді Құранға қарайық. Құран мен сүннетке қарайық. Шынымен де солай ма екен? Олардың айтып жүргендерінде. Имам Халаби, рахматуллахи алейх, өзінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жазған өмірбаянына жазған бір кітабында, Сиер кітабында бір оқиғаны келтіреді. Араб түбегіне ең бірінші шіркті алып келген кісі дейді, Амр ибн Люхай деген кісі екен. Амр ибн Люхай. Ең бірінші сол кісі алып келеді. Ибрахим пайғамбар кеп Қағбаны салғаннан кейін уже таухид орнығады, барлығы бір Аллаға құлшылық қылады да, таухид болады. Ең бірінші ширкті алып келген кісі Амр ибн Люхай деген кісі. Ол кісі келеді, Меккеге келеді. Содан кейін Ибрахим пайғамбардың айтқан тәлбиесін, қазір оны қажыларда қажылыққа барған кезде, умраға барған кезде оны айтады. Яғни леббейк Аллахумма леббейк, леббейк ла шарика леббейк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мулька ла шарика лак деген осы тәлбиені бүкіл қажылар айтады. Бұл Ибрахим пайғамбардың сүннеті, сол кісіден қалған. Енді бұл да осы тәлбиені айта бастайды. Сол кезде оған шайтан кәрі қарт шалдың, қари адамның бейнесінде келіп, жаңа ла шарика деген сөздің мағынасы лака, сенің ешқандай ортағың жоқ деген сөз. Ла шарика лак, сенің ешқандай ортағың жоқ, серігін жоқ. Ол келді де жаңағы шайтан кеп, кісінің бейнесінде, қари адамның бейнесінде, илля шарикан, тек қана бір ортағым бар, хуалек, ол да сенікі деген осы сөзді қосады. Жаңағы Амр ибн Люхайға айтады осы сөзді. Айтып атады ғой, осы сөзді қосып жібереді. Ла шарика лака илля шарикан хуалек деген сөзді қосады. Яғни тек қана сенің бір ортағың бар, серігің бар, ол да сенікі деген. Анау қарайды, жоты бұл дұрыс емес дейді сөз. Жаман сияқты. Сосын шайтан тұрады да тағы да сөз қосады. Тәмликуху ва ма малак. Ол сен оған иесің, және де оның ие болған нәрсесіне де иесің деген сөз қосады. Оған иесің, сен оның қожайынысың, және де ол қожайын болған, ол ие болған нәрсеге де сен иесің деген сөзді қосады. Сол кезде ол тұрып қарайды, ешқандай нәрсе жоқ сияқты көрінеді. Сөйтіп сол сөзді ол айта бастайды. Сөйтіп араб түбегінде ең бірінші шірк осы кісінің аузымен тарала бастайды. Біз айттық, раб сөзінің бір мағынасы қандай? Әл-малику ли-шей. Бір нәрсеге ие болу, қожайын болу. Жаңа бұл не істеді? Жаңағы шайтан оған, сен оған иесің, және оның ие болған нәрсесіне де иесің деді. Демек, о да бір нәрсеге ие. Мысалға, ол адамдардың иесі. Пұттар, олардың сенімдерінде, ол жаңағы оған табынатын адамдардың иесі болып келеді. Бұл да не еді? Раб сөзінің бір мағынасы еді. Енді бұл жерде рубубия таухидында олар дұрыс па еді енді? Дұрыс емес еді. Тағы да, енді бұл жерде христиандар мен еврейлерге қатысты Құраннан аят келтіреді. Мариям сүресінде Алла Тағала пайғамбарымызға айтады. Құл дейді, яғни я пайғамбар айт дейді жаңағы еврейлер мен христиандарға. Я әхлел китаб, ей кітап иелері, таалау иля калиматин сауаин бейнана ва бейнакум, келіндер, біздер мен сіздердің ортақ болған сөзге келіндер деп айтады. Ол қандай сөз? Алла на'буда илляллах, Алладан басқа ешкімге табынбау. Вала нушрика бихи шей'ан, оған ешкімді ортақ қоспау. Вала яттахиза бa'дуна бa'дан арбабан мин дуниллах. Және де араларында бір-бірлерінде не істемеңдер? Алладан басқа өздеріне құдайлар
қылып алмаңдар дейді. Арбабан сөзі, аятта өткен арбабан сөзі, раббун сөзінің көпшетірі. Өздеріне құдайлар қылып алмаңдар деп. Раб деп жатыр Алла Тағала. Сол сияқты Тәуба сүресінде Алла Тағала иттахаду, ол христиан мен еврейлер дейді Тәуба сүресінде. Ахбарахум ва рухбанахум. Ахбар бұл жаңағындай еврейлердің раввиндеріне айтады. Олар раввиндерін, ва рухбанахум, рухбан яғни христиандардың нелері? Я, әкейлері дейміз ба? Соларды не істеп алды дейді? Арбабан мин дунилля. Алладан басқа өздеріне құдай қылып алды дейді. Түсінікті ма? Кімдерді дейді? Раввиндерді және де әкейлерін өздері, христиандар. Енді имам Табари, рахматуллахи алейх, бұған байланысты мынандай өзінің кітабында, өзінің тәпсірінде мынандай бір қыссаны келтіреді, сенетпен келтіреді бәрін. Сосын былай деп айтылады: Ан Ади ибн Хатимнан келеді. Қал атайту Расулуллах ва фи унуқи салибун мин захабин. Мен пайғамбарға бардым дейді, мойнымда алтыннан бір крест бар еді дейді. Бұл басында христиан болған ол кісі. Содан кейін пайғамбарымыз: Я Адия итрах хадал васана мин унуқик. Ей Ади, мойнынан бұл пұтты алып таста дейді пайғамбарымыз. Ол да фатарахтуху ва интахайту илейхи. Мен де алып тастадым, сол пайғамбарымызға бардым дейді. Ва хуа яқрау фи сурати бараа фақара хадихил ая иттахаду ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дуниллах. Жаңағы осы Тәуба сүресінің аятын оқып жатыр дейді. Мен барып қалған едім. Яғни олар өздерінің раввиндерін, өздерінің әкелерін, өздеріне құдай қылып алды деген аятты оқып отыр екен пайғамбарымыз. Сосын тұрып жаңағы кісі айтады: мен пайғамбарымызға айттым дейді: Я Расулалла, инна ласна нa'будукум. Біз оларға табынбаймыз ғой дейді. Қалай олар бізге құдай болды деп. Яғни өзі христиан болған бұрын, біз оларға табынбаймыз ғой. Қалай біз оларды құдай қылып алдық? Яғни Алла Тағала осы Құран аятында айтып жатыр ғой, құдай қылып алды деп оларды. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи бұған тұрып айтады екен: Алейса юхарримуна ма ахаллаллах фатухарримунаху. Сен олар дейді Алланың халал қылған нәрсесін харам қылған емес пе дейді. Сендерді олардың харам дегендерін харам деп айттыңдар дейді. Алла Тағала халал деген еді, олар алды да харам деді, сендерді оларға үйіп харам дедіңдер дейді. Ва юхиллуна ма харрамаллаху фатухиллунаху. Алла Тағаланың харам қылған нәрсесін олар халал қылған емес пе дейді. Сендерді тұрып оларға үйіп халал деп айттыңдар дейді. Солай емес пе дейді. Сол кезде қал, яғни құлту бәлі, яғни дәл солай дейді. Пайғамбарымыз фатилка ибадатухум. Бұл да сендердің оларға ғибадат қылғандарың дейді. Яғни қалай ғибадат қылғандарын? Раб сөзінің бірінші тағы бір мағынасы не еді? Ас-сейдул мута, бағынатын зат. Не істеді олар? Олар бұл мәселеде Алланың харам қылғандарын, аналар халал қылды, халал қылғандарын харам қылды. Жаңағы олардың раввиндері, олардың әкелері, түсінікті ме? Оларды не істеді? Жаңағыларына, басшыларына ұйыды. Ұйыды ма? Бағынды ғой. Дұрыс па? Бағынды. Сөйтіп, оларға жаңағы өздерінің әкелеріне, өздерінің раввиндеріне раб сипатын беріп қойды. Түсінікті ме? Ол сипат бағыну, бұл үкім беру мәселесі ғой. Құдайға қарсы, яғни Құдай Тағала халал деп жатыр, олар тұрады, жоқ, бұл харам деп жатыр. Түсінікті ме? Үкім беруде Алла Тағалаға не болды олар? Жаңағындай тартысқандай болды. Олар алды да Алла Тағаланы тастап, жаңағы өздерінің нелерінен еріп кетті. Міне сейдул мута, яғни оған бағынды. Міне бағыну бар. Раб сипаты бар. Яғни бұл жерде де апанып олардың рубубия таухидында, яғни Құдай Тағала, тек қана Құдай Тағала бәрін істеуші, бағынушы деу, осы сипатта олар қайтадан істеп жатыр, Аллаға серік қосып жатыр басқа біреулерді. Түсінікті ме? Басқа біреулерін серік қосып жатыр. Яғни таухидта, рубубияны таухиді дұрыс емес еді олардың. Шынымен де, мысалға олардың нелерін, кітаптарын қарасаңдарыз, олар екі кітап, екі неден тұрады кітаптары. Біреуі Новый Завет, біреуі Старый Завет дейма, или Ветхий Завет дейма. Яғни Ветхий Завет ол Ибрахим пайғамбардың
серті бар ол жерде, ол дінге кіргізген кезде сүннетке отырғызып сөйтіп кіргізетін еді. Содан кейін біраздан кейін апостол Павел деген біреу келеді. Өзін яғни Исаның шәкіртімін деп айтады, бірақ ешқандай қатысы жоқ Иса пайғамбармен, өйткені одан көп уақыт өткеннен кейін келеді. Сөйтіп біздің енді Құдаймен жаңа бір сертіміз бар дейді. Ол дейді Исаның қанын мойындау деп айтады екен. Иса дейді ол бүкіл адамзаттың күнәсін көтеріп кетті деп айтады екен. Яғни адам алейхиссалам ең бірінші күнә жасап қояды дейді. Жаңағындай жәннатта тыйым салғаннан жейді дейді. Сөйтіп сол күнә дейді бүкіл ұрпақтарына былай бүйтіп істей береді, жалғаса береді дейді. Иса келді де өзінің жаңағындай адамзаттың үстінен бұл нені жаңағы күнәні ол өзі алып кетті дейді. Сондай бір сол қаны өлді, сол қанын көрді, жаңағындай осындай бір нелерін айтады. Сөйтіп жаңа бір Құдаймен жаңа сертіміз бар. Енді Иса ол Алланың баласы деп сөйтіп бір жаңағындай нәрселерді айтып кетеді. Түсінікті ме? Сөйтіп олардың сол кітаптарына қарасаңыздар, анық табасыздар. Айыр тұяқтыларды және де күйіс қайтармайтын жануарларды жеуге болмайды деген. Айыр тұяқтыларды және күйіс қайтармайтын жануарлар. Яғни айыр тұяқ, яғни атта болады. Тұяғы айыр болып келеді. Айырылып келеді бүйтіп. Бізде негізі қазақта да сондай бір сөздер айтылады, айыр тұяқтыларды жеуге болмайды деген сөз. Ол негізі Құранда, сүннетте жоқ ол нәрсе. Оның барлығы осы жаңағы христиандар бұл сөздерден келген. Яғни қарасандар, оларға атты жеуге болмайды кітаптарында, сол жазылған. Күйіс қайтармайды деген, яғни доңыздың аяғы не болмаса да, жаңағындай күйіс қайтармайды да ол. Күйіс қайтармайды. Мал күйіс қайтарады, сиыр малы күйіс қайтарады жеген қорыту үшін. Ол күйіс қайтармайды. Сондықтан да қарасандар, олар халал емес. Аттың етін жеуді, доңыздың етін жеуді халал емес. Бірақ та не істеді олар? Барлығын халал деді. Құдай тағала оларға жемендір деді, мысалға, олар болса не істеді? Үкімдерін өзгертті. Кім өзгертті? Бұл келген жаңағы кісілер өзгертті. Олар да келген кісілерге ұйыды. Оларды енді бұл мәселеде өздеріне Құдай қылған жоқ па? Құдай қылып алды. Енді бұл жерде олардың рубубиеде бір тавхидтар дұрыс деп айта аламыз ба? Айта алмаймыз да, мысалға. Қарап отырсаңдар, осындай көп жаңағындай қарама-қайшылықтар бар. Құранда өте көп. Негізінен бір-екеуін айтып отырмыз. Мысалға, мына аятты ашайын Құраннан. Ан'ам сүресі 76 аяттан басталады. Ибрахим пайғамбарымыздың қыссасы, өте ғибратты бір қысса. Ол жерде Ибрахим пайғамбар қауымына келіп, жаңағындай қауымына бір жеткізу үшін бір керемет бір әдіс қолданады. Тұрып алып, олар жұлдызға табынатын еді, неше түрлі айға неге табынатын еді. Жаңағы тұрып алып, бір күні жаңағындай қараңғы түн болған кезде аспанға қарап, бұл менің Құдайым деп айтады екен. Яғни бұл асылында ол сенгеннен емес, халықтың бір нәрсе жеткізу үшін миларына. Содан кейін оны күн жарық бола бастағаннан кейін, таң уақыты кіргеннен кейін жұлдыздар дұрыс жоғалып кетеді. Сол кезде дейді, фаламма афала қала ла ухиббул афилин. Анау жоқ болып кеткен кезде, мен жоқ болып кеткендерді жақсы көрмеймін деп айтады. Яғни ол Құдай емес деген. Құдай қалай жоқ болады? Содан кейін нені көреді? Ол мынау менің Құдайым деп жаңағында айға айтады. Айда жоқ болғаннан кейін, жоқ, оны тастадым дейді. Содан кейін күнге қарайды, ол мынау менің Құдайым шығар дейді. Бірақ ол сенбейді оған. Көресіздер, әшейін халықмен бір не істеп жатыр жаңағындай. Халыққа бір олардың тілімен, ақылдарымен сөйлесіп жатыр ғой. Сөйтіп бұнда кеткенін көріп, ол тұрып жаңағы не дейді? Яғни қал ла иллам яхдини рабби ла акунанна минал қауми далин. Егер мен Раббым тура жолға қоймағанда, мен адасқандардан болар едім. Деп жаңағындай сөздерін жаңағындай қала я қауми инни бариу мимма тушрикун. Ей қауымым, мен сендердің ширк қосқан нәрселерінен мен алыспын дейді. Инни ваджахту вajhiya лиллази фатара ас-самавати вал арда ханифан ва ма ана минал мушрикин. Мен өзім жүзімді осы жеті қабат аспан мен жерді жаратқан Алла Тағалаға қарай өзімді бұрдым. Мен ширк қосқандардан емеспін деп
осы сөздерді айтып барып қауыммен тартыса бастайды дейді. Қауым оғанда сөздер айта бастайды. Сол кезде ол тұрып айтады екен: "Қаля атухаджуни филлахи", сендер менімен Алла жайында тартысасыңдар ма дейді. Вақат хадан, ол мені тура жолға бастады. Валя ахафу ма тушрикуна бих, сендердің ширк қосқан ол пұттарына мен қорықпаймын деп айтады екен. Сендердің ол ширк қосқан пұттарынан мен қорықпаймын дейді. Неге бұл сөзді айтты? Демек, қауымы жаңағы серік қосқан пұттарынан, жұлдыз, ай ма тағы не қайсыған табынса, солардан қорқатын еді. Енді кісі неден қорқады? Кісі бір нәрседен зиян пайда келетін білсе, солай сенсе, сол кезде ғана қорқады. Ол зиян пайда беру, ол кімнің қасиеті? Ол Құдай тағаланың қасиеті. Құдай болу қасиеті. Яғни Құдайда ондай қасиет болды. Раб қасиеті. Жаратушы, игерушы, басқарушы, зиянмен пайда беруші Құдай тағала. Оның бір сипаты. Қарап отырсақ, Ибрахим пайғамбардың қауымының, олар да мүшрик еді. Олар да не? Жаңағылардан қорқып, олардың зиян пайда келеді деп қорқатын еді. Сөйткеннен себеп табынатын еді. Осыдан себеп табынатын еді. Сол сияқты Худ пайғамбар қауымына уағыз қылған кезінде Худ пайғамбардың қауымы оған былай деп айтады: "Иннақулу илля тарака ба'ду алихатина бисуин". Біз тек қана, Худ пайғамбарға тұрып, біз тек қана сені, біздің кейбір құдайларымыз сені ұрып кетті деп айтамыз дейді. Немесе саған жамандық тигізді деп айтамыз дейді. Құдайларымыз. Яғни сен содан себеп сен не болып кеттің? Жынды болып кеттің. Яғни ол дінге келіңдер, Алла бір, айтып жатыр ғой, уағыз айтып жатыр ғой. Анландырып, біз тек қана сені, біздің кейбір құдайларымыз сені жаңағы ұрып кетті, жамандық қылып кетті саған. Яғни сол үшін жынданып кеттің, алжып кеттің деп осы сөзді айтады. Енді қараңдар, кейбір құдайларымыз не істеп кетті? Олар саған жамандық тигізді, жамандық қылды. Енді ол кімдің тағы да қасиеті, сипаты? Жамандық қылу, біреуіне зиян беру, ұрып кету, ол Құдай тағала Раб сипаты да. Демек, олар осы сипатты, Раб сипаты, Құдай болу сипатын осы жаңағы пұттарында көрді ме, көрмеді ме? Көрді. Солайды сенген. Енді қай жерде рубубияда олардың таухидтары дұрыс? Қате? Құдай тағала жалғыз ғана зиян беруші деу керек еді. Ол ғана бәрін жаңа азап береді, ол ғана тек қана игереді, басқарады деу керек. Олар жоқ, осы мәселеде басқаларында Алла тағалаға не істеді? Серік қосты. Мына Худ пайғамбардың қыссасы да осы. Енді олар жаңағылар бір кітап жазып шығарады. Кітаптары мысалға Кешфу шубухат дейді. Күмәндарды кетіру деп аударылады, күмәнді кетіру деп. Сол кітаптарына қарасаңыздар, кітаптарына қарап басталмасы былай басталады, кітаптары. Алла тағала біздің пайғамбарымызды намаз оқитын, ораза ұстайтын, садақа беретін, қажылық қылатын, шөлдегендерге су беретін, аш болғандарға тамақ беретін қауымға жіберді деп бастайды екен кітаптарын. Сөйтіп бастайды. Олар дұрыс еді, олар Алла тағаланы білетін еді, Алладан бар екендігін білетін еді, бір екендігін, Құдай екендігін білетін еді. Олардың нелері? Проблемдері тек қана, ол жаңағы улухиеде ғана, яғни олар пұттарға табынатын еді, пұттарын не істейтін еді? Ортақ қоятын еді. Дұрыс па енді сол сөздері? Қараңыздар. Қарап отырсаңдар, егер жаңағы сөздерін оқысаңдар, ақылдарына кеп қалған, қандай керемет қауым деп ойлап қаласыңдар. Қандай керемет қауым деп ойлап қаласыңдар, онда пайғамбарға не мұқтаждықтары бар бұлардың несінде? Дұрыс па? Субханалла. Айтпайды бұлай. Жаңағындай кісі өлтіруші, зина қылушы, баласын тірідей көмуші бір қауымға жіберді деп айтпайды. Жаңағы сөздермен келтіріп, басқаша келтіріп айтады. Енді қараңыздар, өте қарапайым нәрсе. Кісі бір нәрсеге ғибадат қылу үшін, ол нәрседен бір құдайдық сипат бір одан білу керекті. Яғни ол Құдай дейтіндей,
ол жамандық әкеледі, ол өлтіреді, рызық одан келіп жатыр, ол мынаны істейді, ол басқарып тұр, ода бір не бар деген, сондай бір не, ол нәрсеге байланысты бір түсінік болу керек адамда. Сол кезде ғана не істейді? Адам оған табынады. Оны Құдай деп біледі. Әйтпесе, жай ғана Құдай емес, жай бір тас деп білгенде, немесе басқа олар еш уақытта табынбас еді. Түсінікті ме? Табынбас еді. Ал енді Құран кәрімде мындай аят бар ғой. Олар жалпы Құдай тағаланың, Алла тағаланың бар екендігін білді, Алла тағаланың бәрі жаратқандықтарын білді, да? Жаңағындай. Құран кәрімде бұл аят бар. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Егер оларға келіп сұрасаң, бұл жеті қабат аспан мен жерді кім жаратты? Бұл ай мен күнді кім бағындырды десе, олар не деп айтады дейді? Аллах деп айтады дейді. Олар Аллах деп айтады дейді. Бірақ айтады, иман келтірмейді соған. Түсінікті ма? Айтады, Аллах деп жаратты деп айтады. Бірақ іске келген кезде басқа нәрселерді де осы Алла тағаланың бұл Раб сипатына серік қосып жатады. Түсінікті ме? Бұл өте көп. Мысалға қараңдар, Мұса пайғамбардан бір мысал. Мұса пайғамбар перғауынға барады, мұжизаларын көрсетеді. Перғауында қарайды, сенікі бұл сиқыр екен, менде сиқырбаздарым бар, кәнекей көрейік, жарысып көрейік, кім мықты екен деп өзі сиқырбаздарын жинайды. Сиқырбаздары келіп жаңағы қолдарына бір нәрсені лақтырады, жылан болады. Мұса пайғамбар аса таяғын лақтырады, ол үлкен бір аждарха болып, жаңағылардың барлығын жұтып кетеді. Сол кезде бұны көрген сиқырбаздар барлығын істейді, сол мезетте сәждеге барады. Және не деп айтады? Аманна би раббил аламина би рабби Муса ва Харуна дейді. Аманна, біз иман келтірдік әлемдердің Раббысына. Және Мұса мен Харунның Раббысы болған әлемдердің Раббысына біз иман келтірдік. Иман келтірдік деп жатыр. Сол себептен кім? Перғауын оларды азаппен өлтіреді. Сендер мен рұқсат бермей тұрып, сендер қалай басқасына иман келтірдіңдер деп, оларды не істейді? Азаптайды. Өлтіреді, шахид қылады жаңағыларды. Енді қараңдар, енді бұларды рубубиеде проблем болмаса еді, олар неменеге онда әлемдердің Раббысына иман келтірдік деп айтып жатыр онда? Егер олар жаңағылардың айтқандары сияқты, мушриктерде рубубиеде проблем жоқ деп айтқандары сияқты болса, онда неге олар біз әлемдердің Раббысына иман келтірдік? Итакты олардың білетін еді ғой олар Құдай тағала Раб екендігін, жаратушы екендігін, біледі ғой. Неге онда бар? Демек, оларда кәп, оларда болған. Проблемдері болған. Және де Мұса пайғамбардың істеген мұғжизасын көргеннен кейін Алла тағала олардың жүректеріне иман салған, олар сөйтіп не істей алған? Біз иман келтірдік. Аллаға Раб, шынымен де Алла тағала Раб. Алла тағала жалғыз жаратушы, Құдай Алла деп сол кезде иман келтірдік деп, жаңағындай иман тілдеріне келіп, жаңағы жүректеріне ұялап, мұсылман болады да жаңағылар. Мысалға, көріп отырсыздар, альхамдулилля. Өте мұндай осындай мысалдар көп. Енді қараңдар, негізі біз не деп айтамыз бұл мәселеде? Олай еш уақытта сіліп, басқа да имамдарымыз бұлай бөлмеген жаңағылар сияқты. Улухия, рубубия деп. Жалпы Құдай тағаланы сен егер танысан, бір деп білсен, сен соған ғибадат қыласың. Ал егер басқа нәрседе бір құдайлық бір сипатты көрсен, адам не істейді? Еріксіз, яғни бір нәрсе табыну керек қой. Оған табынып кетеді адам. Ал егер бос, біледі, ол еш нәрсеге жарамайтындығын біледі, нөл екендігін біледі, ол оған табынбайды еш уақытта. Біліп қойыңыздар. Сөйтіп біз әхлі сүнна уәл жамаа жаңағылардың бөлгенде улухия, рубубия деп бұлай бөлмейміз. Түсінікті ме? Олай бөлмейміз. Ондай нәрсе жоқ негізі. Енді жалпы олардың айтып жатқан нәрселер тағы мынандай бір сөздері бар. Мысалға, ла иляха калиманы айтшы дейді. Айтады, ла иляха иллаллах дейді. Мағынасы қандай білсін бе дейді. Оған тұрып айтады. Ла иляха, Алладан басқа Құдай жоқ деген сөз дейді. Бұл сөз дейді. Дұрыс дейді. Бірақ бұл жеткіліксіз дейді бұл сөз. Бұл неге дейді? Өйткені мушриктер де солай білген дейді. Құдайдан, Алладан басқа Құдай жоқ деп мушриктер де білген дейді. Дұрыс емес дейді сенің. Олай сенуге болмайды. Бұл сөзді айтқан кезінде де дұрыстап сенуің керексің дейді. Қалай сенуің керексің? Ла маъбуда бихақ деп айтады олар.
Бұл негізі дұрыс, оны біз жоққа шығармаймыз. Ол мағына бар ондай. Ла ма'буда ли бихақ, яғни шындықпен, хақиқатпен ғибадат қылынуға лайықты болған, тек қана Алла дейміз, да? Онда мағына бар. Алла ғана лайықты ғибадат қылуға дейміз. Бірақ та біреу егер жаңағындай Құдайда Алладан болса Құдай жоқ деп айтатын болса, оныкі қате болады деп біз де айтпаймыз олай. Өйткені ол егер кісі Алладан болса Құдай жоқ деп, Құдай деп сенсе, демек ол құдайлық сипатын сол Аллада ғана біліп тұр дегенді білеміз. Ол ғана ғибадатқа лайықты, ол ғана жаратушы, ол ғана басқарушы, игеруші. Соны бүйтіп түсінеміз. Раб сөзімен сөйтіп түсінеміз. Яғни Раб сөзімен иләх сөзін біз аламызда бүйтіп ажыратпаймыз. Түсінікті ме? Кейде көресің, олар иләх сөзін табыну мағынасын беріп жатады, бірақ олардың айтқандарындай Құран аяттары да басқаша келеді кейде. Айтқандарындай емес олардың. Яғни қарайсың, иләх сөзі кейде жарату мағынасында да келіп жатады. Мысалға, «Ләу кәна фихима алихатун иллаллах лафасадата» деген аят бар. Егер аспан мен жерде Алладан басқа құдайлар болғанда, аспан мен жер бұзылар еді. Құдайлар болғанда. Не деген сөз? Ол жерде табынатын құдайлар айтып жатқан жоқ. Өткені табынатын құдайлар бар өткені. Бұл жерде қандай құдайларды айтып жатыр? Жаратушы құдайларды. Яғни бұл жердегі иләх сөзі Раб сөзінің мағынасында. Яғни қарап отырсақ, яғни Құранда да, яғни иләх сөзін Раб сөзімен мағынасында Алла Тағала келтірген ба? Келтірген. Түсінікті ме? Сосын олардың айтып тұрғанындай ешқандай ондай не керек жоқ олай айту, олай бөлу. Егер олардың айтқандарындай болса, онда анау хадисті не қыламыз біз? Қараңызшы. Анау хадис бар ғой, қабірге қойылған кезде пайғамбардың сахих жолдарымен келген періште қалай сұрақ қойды? Мән раббук? Раббың не деп? Ол кезде қалай жауап береді? Раббун Аллах. Раббым Аллах. Оған періште ол айтқан сөзін қабылдайды. Оған періште тұрып айтпайды ғой, сен рубубиенді дұрыс емес екен, улухиенді деп қателік бар деп айтпайды ғой. Сен кәні улухиенді дәлелдеп бер деп айтып сұрамайды ғой олай саған. Мән раббук, раббун Аллах деген бітті, болды. Раббым Аллах деген сөз, яғни ол менің жаратушым бір, мен оған табынам деген мағынаға келеді. Түсінікті ме? Тек қана оған ғана табынам деген мағынаға келеді. Енді қараңдар, олардың осындай саясат жүргізулері, осылайша жаңағындай таухидты үшке бөлулер жай бекер емес. Астында үлкен бір саясат бар да. Қараңдар, үлкен бір саясат бар. Аслында олар бұл іс сөздерімен тауассүлді жоққа шығарып жатыр. Түсінесіңдер ме? Тауассүл деген сөз, мысалы, пайғамбардың құрметіне, немесе ізгі Алла достарының, тақуа құлдарының құрметіне Құдайдан сұрау. Тауассүл деген осы. Осыны жоққа шығарып, астарында осы жатыр. Яғни олар не дегісі келіп жатыр? Анау мушриктер, пайғамбардың заманында мушриктердің рубубиясы дұрыс еді, олар Алланы бір деп білетін еді, сендер сияқты. Сендер де бір деп білесіңдер. Бірақ олар пұттарды өздерімен Құдайдың арасында бір дәнекер қылып алды. Сендерді пайғамбарды дәнекер қылып жатсыңдар. Міне сендерде де улухиде не бар? Проблем бар екен. Сендерді мушриксіңдер екен деген сөз. Сендерді мушриксіңдер деген сөз шығады. Астарында осы жатыр. Яғни анау илеп келген кезде, мысалға айтайық, рубубия келген кезде, олар сразу атеистер, коммунистер кетеді. Аллаға сенбейтіндер. Өйткені олар Құдайды бар екенін сенбейді ғой. Кетеді олар. Кетеді. Сосын екінші илеуге келген кезде, ол улухияда олар не істеді? Жаңағы пайғамбардың заманында мушриктерді алып тастайды. Сосын біздерді тауассул қылатындарды алып тастайды. Сосын исма сифатқа келген кезде, яғни Алла Тағаланың есім сипаттары деген, ол жерде қол, аяқ деген нәрселер, олардың тікелей аударатын. Алланың қол аяғы бар дейді. Тікелей мағынада тұрып, сол жаңағындай олармен келісіп деген ғұламаларды алып тастайды. Ең аяғында жаннатқа кім барады екен? Олар барады екен. Сонда қалғандарын барлығы тозаққа кетеді дейді. Біз ғана жаннатқа кіреміз дейді. Астарында осы жатыр. Олардың осы істеп жатқандан астарында осы жатыр. Енді тауассул, онда бір қателік бар ма екен? Соны бір кішкене бір қарастырайық тауассул мәселесін. Жалпы
жаңағылар үшке бөлетіндер де, үшке бөлмейтіндер де. Ол негізі айтып кету керек, жаңағы таухидты үшке бөлетіндер, олар 7-8 ғасырда біреулер шықты. Осы тауассулды бөлген. Оған дейін ешкім білмейтін еді. Жаңағы таухидты үшке бөлген, улухия, рубубия деп. Оған дейін ешкім бөлмеген. Селеф уламалар олай бөлмеген да. Түсінікті ме? Сол жаңағы таухидты үшке бөлетіндер, және біз ахлі сүнна уал жамаа тауассулдың нелерінде ортақпыз, кейбір түрлерінде келісеміз. Қандай түрлерінде? Бірінші келісетін тауассулдың түрлері бұл Алла тағаланың есім сипаттарымен дұға қылу, тауассул қылу. Яғни Алла тағала Құранда «Валиллахил асмаул хусна фад'ууху биха» дейді ғой. Ең көркем есімдер кімдікі? Алла тағаланікі. Солармен дұға қылыңдар. Яғни я мейірімді, жарылқаушы Құдай тағала, ей Рахман, Рахим Құдай тағала, күнәларымды кешіре көр деп, Рахман, Рахим Құдай бұл сөзін ортаға не істейміз біз? Ортаға қойып, дәнекерлік қыламыз. Бұл тауассул, ол да бір тауассулдың бір түрі, ол болады дейді. Олар Құранда аят келген, жарайды, онымен кездеседі олар. Тағы екінші түрі, бұл тауассулдың бұл амалмен тауассул қылу дейді. Амалмен. Оған байланысты да хадис келген Бухарида яғни пайғамбарымыздан бұрынғы, бізден бұрынғы үмметтерден 3 кісі өмір сүрген, мысалы бір үммет жаңағындай тауға жаңағындай кіріп, үңгірге кіріп, тас жабылып қалады. Сол кезде үшеуі тұрып, өздерінің бұрын істеген бір амалдарын еске түсіріп, осының құрметіне я Рабби деп жалбарына бастайды. Сол кезде ақырын ашылады. Ең аяғында шығатын мүжеде ашылғаннан кейін олар шығып кетеді. Амалдармен, пәленше бір амал қылған едім, я Құдай, осы амалдың құрметіне аша көрші дейді, кішкене ашылады. Екінші дұға қылады, ол ашылады. Сөйтіп, толық ашылғаннан кейін олар шығып кетеді. Міне, амалмен тауассул қылуға болады дейді, мысалға. Екіншісі осы. Үшінші, ол пайғамбарымызға саллаллаху деген махаббатыңды ортаға қойып тауассул қылсам болады. Пайғамбарға деген махаббатымнан себеп бұны сұраймын десе, ол да болады. Өйткені бұл жақсы көру, махаббат ол жүрек ісі ол яғни амалға кіреді. Түсінікті ме? Бұл болады дейді. Ал енді олардың келіспейтін жері қандай? Пайғамбардың я Рабби, өз пайғамбарымыздың құрметіне деп сұрау олар болмайды дейді. Біз айтамыз, ешқандай бұл жерде проблема жоқ дейміз. Неге? Өткені сахих хадис келген, бір соқыр кісі пайғамбарымызға келеді, пайғамбарымыздан бұл көзінің емделуін сұрайды, пайғамбарымыз сабыр ет дейді, бірақ я Расулаллах, маған үйретіңізші дұға дейді. Пайғамбарымыз жарайды, онда барып жасап тұрып дәрет алып келгеннен кейін, 2 рекат намаз оққаннан кейін мына дұғаны қыл деп, бұған дұға я Раббым, я Аллахым, сенің рахым пайғамбарымның құрметіне маған көзімді ашшы деген сияқты, осы рахым пайғамбарымның құрметіне наби рахма би хаққин наби рахма деп осылай сұратады. Ол да дұға қылғаннан кейін көзі ашылып кетеді. Міне пайғамбарымыздың құрметіне деп сұрады. Яғни бұл жерде асылында пайғамбарымыздың құрметіне деп сұрауы негізі пайғамбарымыздың мәртебесі, сенің қасында абыройы, соны көз алдына алып бізге жәрдем ет, бізге жаңағындай дұғамызды қабыл ет деген мағынада. Сол үшін ғұламалар айтады, пайғамбарымыз тірі болсын, өлі болсын, ол айырмашылық жоқ. Өйткені пайғамбарымыз өлі болса да дәрежесі бар ғой. Алланың алдында бір абыройы бар, ерекше абыройы, дәрежесі, құрметі бар. Сол құрметіне сұрап жатырмыз. Енді олар айтады, жоқ дейді. Ол пайғамбарымыз тірі кезінде болатын еді дейді, өлгеннен кейін болмайды. Дәлел қандай? Олар айтады, Омар халифалығын кезінде ол дұға қылады ғой. Біз пайғамбарымыздың құрметіне тауассул қылатын едік, я Құдайым деп, аштық кезінде, аштық деппін ғой, құрғақшылық кезінде, жаңбыр сұраған кезде дейді. Пайғамбардың құрметіне сұрайтын едік. Енді қазір пайғамбардың ағасының құрметіне сұрап жатырмыз деп айтады. Көрдіңдер ме дейді. Міне ол деме пайғамбармен сұрамайды, Аббаспен сұрап жатыр дейді. Ағасының құрметіне сұрап жатыр дейді. Сол үшін бұл ол үкім дейді, ол тек қана тауассул, пайғамбармен тауассул қылу, ол пайғамбардың тірі кезінде ғана дейді. Деп осындай бір дәлел келтіреді. Енді қараңдар. Тауассулдың тағы бір түрі бар. Бұл мысалға мына нәрсе. Бір жақсы, бір тақуа
кісіні көрсең, бір дуа қылыңызшы деп өтініш қылу. Яғни мен үшін оны не істеп тұрсың, сен ортаға дәнекер қылып тұрсың. Сен Құдайға дуа қылшы мен үшін деп. Түсінікті ме? Бұл да бір тауасулдың бір түрі. Сахи хадистерде келеді, яғни бізді қазақта бата сұрайды. Бата беріңізші ақсақал деп үлкендерді бата сұрайды. Ол да бір тауасулдың бір түрі. Түсінікті ме? Енді қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хазреті Омарға айтады екен. Анау Йеменде дейді, Уейс деген кісі бар, Уейс аль-Қарани. Содан дұға сұра дейді. Уейс аль-Қараниден дұға сұра деп Омарға айтады. Сұра алсаң, дұға сұрап ал дейді одан дейді. Бұл сахи хадистерден келген. Содан кейін пайғамбар Хазреті Омар пайғамбар қайтыс болғаннан кейін анау қажылыққа келген Йеменнен келген қажылардың арасынан араларында Уейс бар ма деп Уейс аль-Қараниді сұрап жүреді екен Хазреті Омар. Көрдіңдер ме? Уейс бар ма деп сөйтіп. Яғни бұл не істегісі келді? Ол Уейс аль-Қаранидің дұғасын алғысы келді, батасын алғысы келді. Яғни бұл жерде дәрежесі сенен төмен болса да, одан не істей аласың? Дұға сұрай аласың, соның белгісі. Неге олай? Кейде болады, кейде адамның дәрежесі төмен болса да, бірақ Құдай тағала оған бір нәрсе береді, саған бермеген нәрсені. Түсінікті ме? Ол бар. Яғни Алла тағала бүкіліне бір нәрсені бере бермейді. Саған басқа нәрсені беру мүмкін, саған ілім беру мүмкін, саған басқа абзалдықтарды беру мүмкін. Ода ол нәрсе жоқ. Бірақ ода тағы бір нәрсе бар, сенде жоқ та ол. Мысалға, Уейс аль-Қарания демек, Алла тағала сонда бір нәрсе берген, ол пайғамбарды көре алмады, ол табиғин болды. Бірақ пайғамбарымыз не істеді? Уейс аль-Қараниядан дұға сұрап ал деді, сұрай алсаң деп сөйтіп жүреді. Енді қараңдар, пайғамбарымыздың кезінде истисқа дұғасы, яғни жаңбыр сұрау кезінде тасаттық дейді оны. Тасаттық деген сөз тасаддуқ арабшадан, садақа беру деген мағынадан шыққан. Тасаттық деп кеткен қазақтар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не істейтін еді? Өзі дуа қылатын еді. Яғни үммет кеп, я Расулалла, аштық, құрғақшылық, өліп жатыр, мал қырылып жатыр. Құдайға дуа қылыңызшы деп не істейтін еді? Пайғамбарымызды тауассул қылатын. Пайғамбарымыздан дұға тілеуді өтінетін еді. Түсінікті ме? Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін Хазреті Омар дейді, біз пайғамбармен тауассул қылатын едік, яғни пайғамбарымызға айтатын еді дуа қылыңыз деп. Ол өлгеннен кейін Аббаспен тауассул қылатын болдық. Яғни пайғамбардың орнына Аббас дуа қылсын деп өтініш қылатын едік дейді. Неге олай істейтін еді? Өйткені Аббастың несі бар? Пайғамбарымызбен бір жақындығы бар, туысқандығы бар. Хазреті Омар Аббастан дәрежесі жоғары болса да, Хазреті Омарға берілмеген бір нәрсе не? Пайғамбармен байланыс, туысқандық байланыс. Кімге берілген еді? Аббасқа берілген еді ондай байланыс. Түсінікті ме? Сол себептен одан дұға қылыңыз деп оған өтінген еді Хазреті Омар. Және де ол хадистерде келеді, Хазреті Аббас дұға қылған кезде, я Құдайым деп былай жалбарынады дұғалады Аббас. Я Рабби дейді. Бұлар маған кеп менен дұға сұрап жатыр. Олар тек қана сенің пайғамбарына, сенің сүйікті пайғамбарына менің бір байланысым, туысқандық байланысым, бір оның қасында бір мекенім болған үшін ғана олар маған сұрап жатыр деп сөйтіп дұғасын бастайды. Содан кейін дұға, я Рабби деп, жаңбыр жауды деп дұға қылған кезде, бұлт келіп, шынымен де жаңбыр жауып кетеді екен. Көріп отырсыздар ма? Яғни бұл жерде олардың айтып жатқандарымен ешқандай бір байланыс жоқ. Алхамдулилlah. Бүкіл үммет бұл тауассулды қабыл еткен, оны жоққа шығарғандар астарында үлкен бір саясат бар. Жаңағы таухидты үшке бөліп алып келуін саясаты осы. Ең соңында астарында не істеу? Барлығын тозаққа апарып, өздері ғана шындықта, дұрыстықта деп осындай бір сенімде болуда. Алла тағала баршамызға ілім берсін, ақыл берсін, пікір берсін иншалла. Тура жолдан адастырмасын. Лиллахи та'ала аль-фатиха.